кәпір ел көтін қысын, ешқандай тарихты, ешқандай мәдениетті, дәстүрді білмейтін кәпір ел көтін қысын. Екі елді араластырғанда болатын осындай нәрселер болады да. Бұлардың басы шабылып, тізе бүгіп, қазақтың артында отырады. Немесе солай болады да. Немесе барлығын геноцид жасау керек Қазақстандағы елердің. Басқа нәрсе бар ма? Басқа нәрсе жоқ шығар. Қазақ елінің ішінен шыққан ауруларға да сондай болады деп үміттенемін негізі.